Ассалаумағалейкум, хан тарих арнасының көрермендері. Бүгін біз Семей қаласы Ертістің жағасына келдік. Өте көркем қала екен. Бұнда ата бабаларымыздың осыншама ұланғайыр жерді қорғап қалғаны енді айтып тауысқысыз еңбек деп ойлаймын. Сол Алматы қаласынан жолға шыққан едік. Абай облысын аралап қаншама кең сахараларда жүрдік. Машинамен жүріп шаршады ғана жерде. Енді аталарымыз атпен жүріп қалай қорғады, қандай ерлік. Міне қазір Ертістің жағасына келдік. Өте көркем қала екен Семей. Қазір жағалауда жүрміз. Енді біз каналымызда Шыңғысхан бабамыздың тарихын айтамыз. Оның ұрпақтарының, қазақтың хандарын, енді сол кісілердің көне түрік халқының басын біріктіріп кеткені, міне осыншама көркем жерді қазаққа егіп кеткенінің мынау дәлелі. Енді ол кейбір кісілер Шыңғысхан бабамызды қалмақ деп жатады. Оны Тілеуберді Әбенайұлы нақты дәлелімен, көне тарихи жазбалармен дәлелдеп шықты. Сіздерге айтайын дегенім, мына өзі бизнесмен кісілер кішкене ақша тапқанына бола ма, кеуделері сыймай қалады өздерінше ақыл сынып, тарих кімге керек, Шыңғысханның қазақ болғаны кімге керек дейді. Шыңғысханның қазақ болғаны қазаққа керек. Осыншама жерді біздің елеп тұрғанымыздың дәлелі ол тарихи. Бұлай айтқан кезде біздің тарихи құжатымыз ғой ол. Сол кісілерге айтарым. Әрине ғылым керек, бірақ өзіміздің осы отанымызды түп тарихымызбен дәлелдейтін, бүкіл әлемге жар салатын ол Шыңғысхан. Біз Шыңғысханды қазақ қылмаймыз, ол өзі қазақ. Енді ол заманда қазақ деп аталмаған шығар, бірақ қазақ деген атаулар бар екен. Қазақия деген атау сонау 2000-3000 жылдың алдында бар екен. Бұл тарих деген, былай айтқанда, бір ұлттың түп тамыры, ажырамас бөлігі ғой. Соны ғылым әрине керек. Сол ғылымнан неге айырылып қалдық? Себебі аталарымыздың сол заманда жасап кеткен еңбегін біз ұмыттық. Оның ең қарапайымы, біз жазуымыздан ұмытып кеттік қой. Біздің жазуымыз жаңағы Ахмет Байтұрсынның жазуы, төте жазу. Ол жазу соны ұйғыр жазуынан бастап соғды әмірей жазуы ар жағында. Содан ұйғыр жазуына жалғасқан. Ол ұйғыр жазуы деген қазіргі мына ұйғыр бауырларымыздың жазуы емес. Ол таза қазақтың төл жазуы. Шыңғысхан бабамыздан бері қарай жалғасып келе жатқан жазу ұйғыр жазуы. Міне біз тарихымызды білмегендіктен өзіміздің тілімізді, сонау тарихымызды ұмытып кеттік. Міне енді ғана Тілеуберді Әбенайұлы сияқты ағаларымыздың арқасында өз төл тарихымызды енді міне танып келе жатырмыз. Енді басқа да ақын жазушылар бар, енді ол кісілерде өздерінің шамасы келгенше ол кісілерде жазып жатыр, жеткізіп жатыр. Көптеген блогерлер де бұл туралы айтып жатыр, бірақ көбінде кемшілік бар. Біртүрлі Шыңғысхан қазаққа кішкене жаттау қылып айтады. Жошыны қазақ қылып айтады, оның әкесін қалмақ қылып айтатын кісілер бар. Енді қалай оның әкесі қалмақ болып, баласы қазақ болады. Ал Шыңғысханның 4 баласының да еншісі осы қазақтың жерінде болған. Анау қазіргі Монғолияда емес, тура қазақтың жерінен енші бөліп берген. Ал Жошы бабамызға қойлықты Астана қылып берді. Одан Шағатайға Алмалықты,
солай 4 баласына осы қазақтың жерін теңдей бөліп берген. Сол 4 баласының елігіндегі болған қазақтар міне сол ата бабасының жерінде әлі күнге дейін жасап келе жатыр. Оның дәлелі қазақтардың руларының атының ішінде Шыңғыс ханның ұрпақтарының аты кездеседі. Мысалы менің өзімнің 7-ші атамды алып айтсақ Шағатай. Мен көрдіңіз ба, ол енді қалмақтың атын біздің аталарымыз қоймайды деп ойлаймын. Бұл таза қазақтың Өгедай деп қойған. Өгедай ол негізі Үкітай болған. Солай біздің тарихымызды өзімізден ажыратып бөліп тастап отыр ғой. Осы енді ертістің жағасына келіп сіздерге бір жағы осы ертісті көрсетейін деген ниетпен біз енді мына қандастардың қиналып жатқан жағдайына байланысты сапарда жүрміз ғой, керуенде. Қандастарға көмек көрсету орталығы деген атпен. Бір жағы сіздерге осы жердің табиғатын көрсетейін деген оймен осыны түсіріп отырмын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.